Так, одан кейін міне refresh және де root main loop екі осы строка арқылы біз бұның бастапқы осы 18 бетті қалай жүктеп және де соны біз іске қосатын боламыз. Одан кейін астында бізде бұл функция бітеді және де одан кейін бізде уже жолдары көрсетіледі. Яғни жолдарын көрсететін боламыз. Excel patch және де image folder арқылы тікелей ссылкамен сол жаңағы фотомызбен және де Excel'імізді байланыстыратын боламыз. Одан кейін біз деректерді дайындап және де модельді келесі осы кодтар арқылы оқып шығатын боламыз. Мысалы, image labels арқылы полный осы кодтарды оқып шығатын боламыз. Суреттер мен суреттерді жүктеп, міне осы жерде мысалы image арқылы суреттерді жүктеп және де есімдерді аттарды, әркімнің аттарын санға айналдыратын боламыз. Санға айналдырып, және де тек қана 1 мен 0 ғана сан бізде қазір оқиды Python. Сол арқылы, осы код арқылы толық соны біле аламыз. Одан кейін деректерді оқып, және де тест жасайтын жаңағы айтып өткен төбеде айтып өткен библиотекамыз арқылы қолданатын боламыз бізде. Xtrain осы жерде, Xtext мысалға, train дегеніміз ол жаңа дайындалу, тест етіміз ол дальше істеу деген секілді ғой. Полный осы кодтар арқылы істелінетін болады. Және де модельді құрылғаннан кейін оған эпоха береміз. Яғни мысалы біз берде 100 эпоха берсек болады, 200 эпоха берсек болады. Сол эпохаларды жаттықтырып қайтадан шығаратын боламыз. Әрбір топқа, сосын әрбір топшаға, яғни 8 сурет оқылатындай қылып, міне batch size деп жазылып тұр. Осы жерден 8 сурет оқылатындай қылып істейміз. Одан кейін біз модельді сақтауымыз керек. Енді осы модельді полный істеп болғаннан кейін біз оны сохранить етіп, создать етуіміз керек. Ол создать ету үшін міне осы жерде жазылып тұр, model save деп тұр. Міне model save арқылы біз оны сохранить етеміз. Және де оны біз ашамыз, яғни with open арқылы біз лейблді ашып, көрсететін боламыз. Яғни одан кейін print арқылы біз модель және мына ішіне жазып қоямыз. Print модель және label сақталды деп жаңағы модельдердің барлығын сохранить етіп аламыз. Енді бұл біз интерфейсті барлығын істеп болғаннан кейін бұл интерфейсті біз бастауымыз керек. Біз оны бастау үшін міне run интерфейс деп осы моделімізді полный бастайтын боламыз. Міне барлығы шықты менде. Міне бағлан, міне Бексұлтан деп барлығын осы жерден біз шығарып тұрмыз. Шығып тұр барлығын. Қанша процент кейін шыққан барлығын толыққанды көрсеңіз болады. Міне. Бексұлтан деген 100% келіп тұр. 100% Бексұлтан деп көрсетіліп тұр. Досымжан деген көрсетіліп тұр. Қалыбек, жаңағы айтқан функциялардың барлық кодтардың барлығы осы жерде қорылып тұр. Яғни Досымжан деген суретті оқиды осы 4 бұрыш қылып. Одан кейін 100%, яғни Досымжан 100% ықтималдылығы. Және де осы жерде міне барлығын көріп отырсаңыз болады. Мына жердегі барлығын толыққанды дұрыс шығарып көрсетіліп тұр. Міне мына жерде Жақып деген мысалы кісінікі. Бұны бізде әсем деп шығарып тұр да мысалға. Сол секілді осы жерден қателіктерді кетіп, өзінің процентін барлығын көрсетіп отыратын болады. Міне бұл біздің стресс 2 толық түсіндірдім деп ойлаймын. Жақсы.